Құқық саласына қатысты аудармалар. Сәлеметсіздер ме, біздің тұрақты тыңдармандарымыз? Бүгінгі сабақта заң саласына қатысты аудармалар туралы айтамыз. Соңғы деректерге сүйенсек, ширек ғасыр ішінде Республикалық терминология комиссиясы 16 мыңға жуық терминді мақұлдаған екен. Заңнама лингвистикасы заң терминдерінің мемлекеттік тілде дұрыс түзілуінен, яғни оның лексикалық нормасының құқықтық нормамен өзара үйлесуінен басталады. Заңның құқықтық мазмұнының түсінікті әрі нақты болуы да осыған байланысты. Қазір заң саласына қатысты жиі қолданылатын сөздермен таныстыратын боламыз. Приватизация, жекеменшіктеу емес, жекешелендіру. Осы жекешелендіру терминінің түп негізі латынның privatus деген сөзінен шыққан. Антикалық дәуірде шәкіртті оқшаулап, жекеше оқытатын адамды приват доцент деп атаған. Демек, бұл арада приват сөзі жекеше деген ұғымды беріп тұр. Осыдан келіп, заңдық тұрғыдан ұғымдалудың бір көрінісі ретінде жекешелендіруге қатысты халықаралық қолданыстағы приватизация термині туған. Дочерняя организация, еншілес ұйым. Неустойка, тұрақсыздық айыбы, немесе тұрақсыздық айыппұлы емес. Дұрысы айып ақы. Заң мәтіндерінде көп кездесетін в течение 10 календарных дней 10 күнтізбелік күн ішінде деген аударма қате. Дұрысы 10 күннің ішінде. Еңбек заңнамасында еңбек қауіпсіздігіне байланысты қолданылатын грубая неосторожность деген термин бар. Дөрекі абайсыздық, қате аударма. Дұрысы өрескел бейқамдық. Добросовестный конкурент, адал бәсекелестік емес, адал бәсекелес. Добросовестный приобретатель, адал алушы емес, адал ниетті иеленіп алушы. Судопроизводство, сот өндірісі емес, сот ісін жүргізу. Процессуальное производство, процестік іс жүргізу. Суд присяжных, алқабилер соты. Арбитражный суд, төрелік сот. Аффилированное лицо, аффилирленген тұлға. Профильное обучение, бейінді оқыту. Критерий, өлшем шарт. Құрметті тыңдарман, қазақ тіліндегі терминдер туралы ақпаратты қосымша termin.com.kz сайтынан да алуыңызға болады.